Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге жұмсақ дәмді круассан дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, қант, тұз, құрғақ аштығымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді оны 10 минутқа қойып қоямыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, жайып аламыз. Қамырымыздың арасына бөлме температурасындағы сары майды жағып шығамыз. Қамырымызды кесіп шығамыз. Және начинкасына сгущенка салып жасаймыз. 35-40 минутқа қызып тұрған пеште пісіріп аламыз.